Сәлем, біз бүгін сердечный маникюр жасаймыз. Для этого нужно белый гель-лак. Бір слойға жағып, оны сушить етеміз. Он у меня плотный, сол үшін бір слой жетеді. Потом при помощи паутинки тонкие линиялар жасап аламыз. Обязательно оны да сушить етіп алу керек. Сушить етіп алғаннан кейін красным гель-лаком тошкалар жасаймыз. Дортспен содан кейін оны тонкий кисточкамен қосқан кезде осындай әдемі жүрек пайда болады. Бұл метод сіздердің дизайныңыздың ускорениесіне жақсы әсерін тигізеді. Одан кейін біз глянцевый топпен перекрывать етеміз и чуть-чуть украшаем стразиками. И вуаля, ваш дизайн готов. Оңай және тез, өте әдемі көрінетін дизайндардың бірі. Екінші вариант тура сол методпен жасалған, бірақ басқа позада деп айтайық. Тонкий линияларды обязательно жасап аламыз паутинкамен. Мен паутинкам бітенде қап, так что ренжімеңіздер. Одан кейін оны сушить етіп аламыз. Обязательно просушенныйға сурет салу керек. Одан кейін біз при помощи дорца также сердечкалар жасаймыз. Оны қатты көп емес, сирек-сирек қып жасаймыз сердечкалар, сол әдемі көрінеді. Сосын тонкий кисточкамен дополнять етеміз сердечкаларымызды. Одан кейін бұны біз сушить етіп аламыз. В этот раз мен бұл жерге серебряный блескпен точкалар жасауды шештім. Ол да әдемі көрінеді. Пробуйте, импровизация жасау керек. Одан кейін оны обязательно просушивать етемізді и глянцевый топпен оны жағамыз. И вуаля, екінші вариант біздің дайын. Не прошло и 3 минуты дегенде ғой. И үшінші вариант бізде ол поярче. Ярко-розовыйды бір слойға жағып алып, он просушивать етеді. В этот раз я взяла белый паутинкамен тонкий линиялар жасадым. Ұнаса комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Я стараюсь ради вас. Комментарий жазыңыздар. Мне будет очень приятно. Поддержите. Подпишитесь. Так, енді сердечкаларды саламыз. Осы жол бізде ақ сердечкалар. Оны әдемілеп салып аламыз да. Обязательно біз оны просушивать етіп аламыз. Бұдан кейін бұл вариантты мен матовый топпен жағып просушивать етіп алдым. Одан кейін оны сушить етіп болғаннан кейін решила украсить стразиками. И вуаля, третий вариант дайын. Өте оңай және тез мастердің уақытын үнемдейтін дизайндер. Мені просто қарамай, лайк етіп, подписка жасап кетіңіздер. До скорых встреч!